Баршаңызға сәлем. Бүгін қаттама нанның рецептісін ұсынатын боламын. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға қайнаған суымызды және де оның үстіне сүтімізді қосамыз. Кейін үстіне тұзымызды, қантымызды, құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Міне бізде жұмсақ қамыр дайын болды. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, бөлме температурасында 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Енді қамырларымызды біртіндеп отырып жаямыз. Кішкене ұн сеуіп жеріп, 4-еуін бірінің үстіне бірін қойып, ұн себе отырып жайсаңыздар болады. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз, қалың емес. Егер де қалың болып кетсе, қаттама нанымыз піспей қалуы мүмкін ортасы. Және де үстіне сары майымызды жағамыз. Сары майымызды бірінші отқа қайнатып аламыз. Егер де қайнатсаңыздар, астында суы шығатын болады. Суын алып тастап, тек майын ғана жағамыз сол кезде. Кейін сары майымыз кепкеннен кейін үстіне екінші қамырымызды орналастырамыз, үстіне сары майымызды жағамыз. Осылай 3-4 қамырларымызды видеодағыдай орналастыратын боламыз. Кейін қамырымызды ортасына қарай бүктейміз, және де үстіне тағы да сары майымызды жағып, кепкеннен кейін тағы да бүктеп, үстіне тағы да сары майымызды жағамыз. Тағы да бір орап жіберсеңіздер болады. Немесе орамай мен сияқты екіге бөліп аласыздар. Кейін рулет сияқты орайтын боламыз. Тағы да бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін тағы да ортасынан екіге бөлетін боламыз. Үстіне ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен қаттама нанымызды жаятын боламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта нанымызды пісіріп алатын боламыз. Үстіне күнжітті сеуіп жіберсеңіздер болады. Міне біздің қаттама нанымыз қызарып пісіп шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразгүл.